Қылмыстық бизнес бір орында тұрған жоқ. Қазір киберқылмыскерлер туралы жиі еститін болсақ та, ең ірі дербес топтар жойылып кетпеді. Және олар әлі де заңсыз бизнеспен, есірткі, жезөкшелік және бопсаушылықпен айналысады. Сәлем әлем, саяхат YouTube арнасына қош келдіңіздер. Мен сізге ең қауіпті бесті ұсынамын. Әлемдегі ең бай және ықпалды қылмыстық кландар. Бастайық. Ямагучи Гуми, жапондық якудза мафиясының ең үлкен және әйгілі тобы. Оның құрамы 35 мың адам, жылдық табысы $80 миллиард. Топ есірткіден көп ақша табады. Ақша табудың екінші жолы құмар ойындармен бопсалау. Дауларды шешу деп аталатын немесе орыс тілінде айтқанда разборки қомақты қаражат әкеледі. Якудзалардың тарихы жүздеген жылдардан басталады және оның топтары осы күнге дейін қатаң түрде бір орталыққа бағынады. Бұндай жайт әлемде еш жерде жоқ, сондықтан ол ең дамыған топ болып келеді. MS-13 немесе Сальвадорлық қаңғыбас құмырсқалар тобы. Бұл адам саны ең көп және қауіпті халықаралық қылмыстық топтардың бірі. Ол өз әсерін Латын Америкасының көптеген елдеріне және Америка құрама штаттарына да таратты. MS-13-тің кесірінен Сальвадорда көптеген жылдар бойы әлемдегі ең жоғары өлім деңгейінің бірі сақталуда. Бұл топ көптеген қалалық аудандар мен түрмелерді бақылауға алды. Соңғысын бақылау оған жаңа мүшелерді алуға мүмкіндік берді. ақш, Сальвадор, Мексика, Гондурас және Гватемала билігі бірқатар елдерде топтастыққа қарсы іс-қимыл жасай бастады. Мысалы, Сальвадорда MS-13-тің қатысушылары жаппай аулануда. Ал ақштың қазіргі президенті Дональд Трамп өзінің бір сөзінде банды мүшелерін жануарлар деп атады және өзінің қызмет ету кезеңінде MS-13-ті құртуға уәде берді. Каморра бұл ең үлкен итальянды қылмыстық топ. Оның құрамына Неаполь мен оның төңірегіндегі 111 клан және 6700-ден астам мүше кіреді. Итальяндық мафия өз елінде әлі де күшті, өйткені жергілікті биліктің қорғауында. Табысы $5 миллиард құрайтын Каморра тобы жезөкшелікпен айналысады, қару-жарақ пен есірткі сатады, жалған ақша жасайды, құмар ойындары мен парақорлықпен айналысады. Айтпақшы, 2011 жылы полиция Каморрадағы ең зұлым және ықпалды басшысын ұстап алды. Ол жер асты бункерінде 5 метр тереңдікте жасырынған. Ндрагента, Калабрия аймағында орналасқан тағы бір итальяндық банда. Оның құрылымы 160 ұяшықтан тұрады. Бұл Италияда кем дегенде 6000 мүше және бүкіл әлемде 10 мыңнан астам адам. Бұл негізінен қан байланысы мен неке одақтарымен байланысты отбасылық кландар. Оңтүстік Америкада кокаин саудагерлері мен трансатлантикалық байланыс орнатып, енді Еуропаға есірткі тасымалының едәуір бөлігін қадағалайды. Сонымен қатар ол адам ұрлау, саяси жемқорлықпен айналысады және $4-5 миллиард табысы бар. Синалоа картелі Мексикадағы ең үлкен есірткі картелі. Бұл Мексика мен орталық Америкада жүздеген мың адамды құрайды. ақштың бірқатар қалаларында да бар. ақштың барлау қауымдастығы оны әлемдегі ең күшті есірткі сатушы деп атайды. Бір кездері картель қан бірлестігі деп аталды, және бекер емес. Бұл атау сақталмағанымен ішкі кландық қақтығыстардың деңгейі бүгінде бүкіл Американы қорқытады. Олар $3 миллиард табысы бар картель британдық танымал HSBC банкі арқылы табыс ізін жасырды деп күдіктенеді. Әрине, бұл тек болжалды сома. Ешкім нақты соманы білмейді, бірақ сома бұдан бірнеше есе көп болатынын болжай аласыз. Осымен болды. Егер сізге осы видео қызықты болған болса, лайк басып менің саяхат YouTube арнама жазылыңыздар. Және міндетті түрде қоңыраушаны басып кетіңіз.